Сәлем достар, бүгін біз өте қызықты тақырыпта, ал нақтырақ айтатын болсақ, қорғаныс активтері туралы сөз қозғайтын боламыз. Бұл тақырып қазіргі экономикалық және саяси тұрақсыздық кезінде өте қызықты болады деп ойлаймын. Бұл ақпарат болашақта сізді дағдарыс кезінде өзіңізді сенімді сезінуге көмектеседі деген үміттемін. Ендеше, әдеттегіше жалпы анықтамадан бастайық. Жалпы қорғаныс активтері дегеніміз кез келген экономикалық және геополитикалық тұрақсыздық жағдай кезінде бағасын тұрақты сақтап тұратын инвестициялық құрал. Және де ол дағдарыс кезінде үлкен сұранысқа ие болады. Егер сіз тәуекелді жақсы көрмейтін инвестор болсаңыз, қорғаныс активтерін көптеп сатып алуды кеңес беремін. Негізінен, қорғаныс активтері инвестициялық портфельдің тәуекелін төмендетуге көмектеседі. Өздеріңіз білетін шығарсыздар, көптеген активтер дағдарыс кезінде қатты құлдырап кетеді, ал қорғаныс активтері осы дағдарыс кезінде керісінше тез қымбаттайды, ал жалпы қалыпты жағдайда өсімі баяу болады. Ендігі сұрақ осы қорғаныс активтерінің портфельде қандай көлемде болу керектігімен байланысты. Сіздің портфеліңіздің табыстылығы тікелей осы портфельдегі қорғаныс активтерінің көлемімен байланысты. Сіздің портфеліңізде қорғаныс активтері көп болған сайын, сіздің табысыңыз соғұрлым төмен болады. Алайда, сіздің портфеліңізге нарықтағы жағдай аса қатты әсер ете қоймайды. Жалпы, қорғаныс активтері өте сенімді дағдарыстың алдын алуға көмектесетін болса, оны қалай аламыз деген және қандай түрлері бар екендігі сізге әбден қызық шығар. Ендеше, рет-ретімен әрбір қорғаныс активіне жеке-жеке тоқталып өтейік. Әрине, ең танымалы бұл алтын. Алтын өте көне заманнан бері құнын жоғалтпай келе жатқан құнды металл. Сіз алтынды кез келген жерден сатып ала аласыз, тіпті базардан да. Бірақ бүгін мен сіздерге алтынды қалай қор нарығында алуға болатынын айтқым келіп отыр. Биржада сіз оларды ETF қорлары арқылы сатып ала аласыз. Яғни, алтынның ETF-ін сатып алып отырып, ақшаңызды алтынға құясыз. Бұл кезде сізге алтынды физикалық тұрғыда сатып алудың қажеттілігі тумайды. Алтынның бағасы нарықта қалай өзгеретін болса, сіздің ETF-іңіз сол алтынның бағасының өзгерісін қайталап отырады. Жалпы, алтынның ETF-ін GLD, IAU тикерлері арқылы іздесеңіз болады. Бұл екеуі негізінен ақш қор биржасында саудаланады. Енді осы айтқандарымызды дәлелдеу үшін графикті қарастырайық. Мысалы, 2020 жылы ақш-тың S&P 500 индексінің графигін қарайық. Осы жылдың ақпан-наурыз айларында акциялар құлдырап, дағдарыс басталғаны графикте айқын. Ал осы кезде алтынның бағасын келесі графиктен көрейік. Жаңа ғана айтқанымыздай, алғашқыда алтын құлдырағанымен, оның құлдырауы ұзаққа бармады. Бірден бағасы өсуді бастады, және өсім қарқыны өте жоғары болды. Сол себепті сіздерге осында қорғаныс құралдарын дағдарыс кезінде сатып алуға кеңес бермеймін. Қымбат бағаға ұрынып қалуларыңыз мүмкін. Енді келесі қорғаныс активтеріне көз жүгіртейік. Қорғаныс активтерінің тағы бір түрі алтын өндірумен айналысатын компанияларының акциялары. Олар да нарықтағы дағдарыс кезінде өте жақсы өседі. Келесі, үшінші ең көп таралған қорғаныс активтері олар облигациялар. Бірақ кез келген облигация қорғаныс құралы бола алмайды. Негізінен мемлекет шығарған облигацияларды қорғаныс актив ретінде алған дұрыс. Сонымен қатар, еврооблигацияларды да алуға болады. Сіздерге еврооблигация ұғымы таныс емес болар.
Еврооблигация дегеніміз олар да қарапайым облигациялар сияқты, алайда шетелдік валютада шығарылады. Мысалы, еврода немесе долларда, басқа валютада болуы мүмкін. Мысалы, Қазақстанда егер қазақстандық компания облигацияны теңгемен шығарса, бұл жай ғана облигация. Ал егер сол компания облигацияны евромен шығарса, бұл еврооблигация. Қорғаныс активтері сіздің портфеліңізде болғаны өте жақсы. Бұл сіздерге дағдарыс кезінде ұйқыңыздың бұзылмауына кепілдік береді. Алайда оны дағдарыстан басқа уақытта сатып алғаныңыз жөн. Жалпы, оларды өзіңіздің зейнетақы портфелін жинақтайтын болсаңыз, сатып алуыңызға болады. Осымен қорғаныс активтері туралы видеомыз соңына келді. Видеоға лайк басып, каналға тіркеліп кетуіңізді сұраймын. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.